Қайырлы күн достар, сіздермен бірге мен Мөлдір. Мен бүгінгі видеомда сіздерге өте дәмді рогаликтерден құрамымен бөлісетін боламын. Ендеше менің видеомды соңына дейін көріңіздер. Біз бүгінгі рогаликтерімізді осындай қатпарлы қамырдан дайындайтын боламыз. Менікі осындай бөлек-бөлек болғандықтан мен осыларды қазір біріктіретін боламын. Міне осындай қамыр жасадым, домалақтадым. Енді осыны оқтаймен жаямыз. Қалыңдығын кәдімгі сансаның қалыңдығы сияқты жаямыз. Біз бұны бөлеміз. Тағы да бөлеміз. Яғни біз 3 бөліс жасаймыз. Енді біз мынандай варионка қосамыз, яғни варионная сгущенка. Дәу жағына саламыз. Мінекей мен жағып біттім. Енді бұларды орау керек. Осылай демелеп, бұлар екі мынандай болып шығады. Мен рогаликтерді май жалған ыдысқа салып, бетіне жұмыртқа жақтым, және де мак септім. Сіздер қалауларыңызша мак немесе кунжут себуге болады. Мінекей достар, біздің бүгінгі жасаған рогаликтеріміз дайын болды. Сіздерге де дайындап көруге кеңес беремін. Дәмі өте дәмді шықты, міне былайынан пістім. Ендеше менің келесі видеомда көріскенше, қош сау болыңыздар. Менің арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.